Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін аягөз қайда барасын әнінің бірінші жолын үйренетін боламыз. Ал бастайық. Сандар арқылы үйрететін болам. Мұқият тыңдаңыздар. Осы видеодан үйрене аласыздар. Бастайық. Ең бірінші бізде берілген 0 мен 0. Яғни ешқандай пернені баспаймыз. Мына жақтан баспаймыз. Қағыс төменге. Сөзмен бірге айтамыз. Аягөз қайда барасын әні жа деп айтамыз. Төменге тартқанда осылай бір қағыс жа деп айтамыз, тартып отқанда. Жа. Әрі қарай түсінікті ғой. Екінші пернеге барамыз. 1, 2. Мынау бізде пернелер деп аталады. Яғни бірінші перне, екінші перне. Сызық бөліп жатыр арасын. Міне, бірінші перне, екінші перне. Екінші пернені мына сызықтың дәл алдынан мына сұқ саусақпен басамыз, саусақтың ұшымен мына сызықтың дәл қасынан басамыз. Үсті емес, мына астынан басамыз, мына үстіңгі қылды емес. Жоғарыға тартамыз. Міне, 2 қағыс тарттық. Сонда біз 2 қағыс үйрендік. Жоғарыға тартқанда ным деп айтамыз. Басып тұрамыз. Ным. Сонда жаным деген сөз шығады. Қосайық. Бірінші ашық. Жа. Екінші пернеден басқанда ным деп айтамыз. Ным. Сонда жаным деген сөз шығады. Жаным. Түсінікті ғой. Міне, дәл осы тәсілмен әрі қарай үйренетін боламыз. Сандар беріледі әрі қарайда. Түсінікті ғой. Енді бізге керегі үшінші перне. Міне, 1, 2, 3. Жылжыйыстарда мына саусақпен сызықтың дәл алдынан басамыз. Екінші саусақпен. Міне, жаңағыдай саусақтың ұшымен басамыз, сызықтың дәл қасынан. Сызық деген мына үшінші перне мен төртінші перне мына бөліп атқан сызығы бар ғой ортасындағы. Ортасындағы дегенде мына мына бөліп атқан сызықты айтам. Сол сызықтың ішкі жағынан басамыз, яғни үшінші пернені. Сызықтың дәл қасынан. Сол жерден баспаса, дыбыс шықпайды басқа жерден. Үшінші пернені жақсылап басамыз. Мына сұқ саусақтан кейінгі екінші саусақпен басып тұрамыз. Сосын төмен жоғары тартамыз. Төмен жоғары 2 қағыс болып маған деп айтамыз. Бірінші қағыс тартқанда ма деп айтамыз. Ма. Жоғарыға тартамыз. Енді ған деп айтамыз. Ған. Сонда маған деген сөз шығады. Маған. Сонда жаным маған деген 2 сөз шықты. Басынан бастап тартайын. Ең басына барайық. Жаным. Үшінші перне. Маған. Түсінікті, 4 қағыс болды барлығы. Үстін баспаймыз, сонда тек қана астын басып атырық. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінбей жатсаңыздар комментарийге жазыңыздар. Әрі қарай тағы да бізге үшінші перне керек. Міне, 1, 2, 3. Үшінші пернеде тұрмыз. Екінші саусақпен қағыс төменге. Төмен. Одан кейін екінші перне керек бізге. Сұқ саусақпен басамыз. Жаңағы саусақтың ұшымен сызықтың дәл алдынан жоғарыға тартамыз. Сосын қайттан үшінші пернені басамыз. Жаңағы саусақпен енді төменге қағыс. 3 қағысты қосамыз. 3, 2, қайттан 3.
қағыстары алма кезек. Төмен, жоғары, төмен. Сөзін бірге қосып айтайық. Үшінші перне. Да деп айтамыз. Екінші пернені басқанда ра деп айтамыз. Ра. Қайттан үшінші перне сын деп айтамыз. Сын. Дарасын деген сөз шығады сонда. Дарасын. Түсінікті ғой, ә? Міне сөзін қарап алыңыздар. Менде міне дайын сызбасы бар қағазда. Қажет болса комментарийге жазыңыздар. Осы бір жолын беретін болам. Енді басынан бастап болсайық, жаңа жаным маған деген ең басынан. Ұмытып қалсаңыздар, видеоны артқа жылжытыңыздар. Басынан бастайық жаймен деп. Түсінікті қоя, сонда сандарды тек санап тауып отырамыз. Мына басынан ең басындағы перне бірінші перне болады. Міне мынау. Мынау бір, мынау екінші перне. Шатасып кетпеңіздер. Ал бастайық жаймен деп. Жаным маған дарасын. Қағыстары төменнен басталады, одан кейін алма кезек кете береді. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен деп аяқталады. Сонда біз барлығы 3, 4, 5, 6, 7. 7 қағыз тарттық. Жаным маған дарасын деген 3 сөз шықты. Жарайсыздар, үйреніп алсаңыздар, дәл осы тәсілмен әрі қарай да кете береді. Ең басты нәрсе жаңа пернеден шатасып кетпеу, сосын саусақпен дұрыс басу болды. Сосын қағысты жақсылап қағу. Дәл осы тәсілмен әрі қарай әртүрлі сандар беріледі. Қайталай берсеңіздер жатталып қалады. Енді әрі қарай бірінші жолдың жартысы бар. Жаңағы сандар қайталанады, бірақ сөздер өзгереді. Торып сезім қаласын. Дәл жаңағы сандар. Кеттік тартайық. Ашық, ештеңе баспаймыз. То. Екінші перне. Рып. Үшінші перне. Екінші саусақпен. Зім жоғарға. Сосын үшінші перне. Қа. Екінші перне. Ла. Қайттан үшінші перне. Сын. Қаласын. Міне бір қағыз тартқаннан кейін сәл-сәл тоқтаңыздар, я? Әзір жақсылап үйреніп болғанша. Торып сезім қаласын тағы да бірлеп тартайық. Торып сезім қаласын. Міне аяқталды бірінші жол. Енді басынан бастап бірлеп тартам. Содан кейін видеода аяқталып қалатын шығар. Бастайық. Асықпай. Жаным маған дарасын. Торып сезім қаласын. Міне. Бірінші жолы осылай. Үйреніп алсаңыздар жарайсыздар. Міне, келесі сабақта екінші жолын үйрететін болам. Міне, бірінші жол менде дайын тұр. Кімге қажет осы бір жолын жаңа жіберетін болам. Комментарийге жазыңыздар. Ал баршаңызға сәттілік, сау саламатта болыңыздар.